Журналист дін туралы сұрап отыр. Жүрегім ұстадым мен. Ол дін маманынан сұрамайсың ба? Ол журналист, ол актердің дінге не қатысы бар? Ол діннің өзінің дін ұстануын сұра. Өзінің жеке басының. Мысалы, ол кезде келсем, мысалы, айтса да, сен мысалы ислам дініне қалай көзқарастасың? Өзіңнің жеке пікірің. Мен осылай көзқарас. Оны қалай ұстанасың, мысалы? Былай ұстанамын, немесе мүлде ұстанбаймын. Болды. Ол өзінің көзқарасы өзінде қалды. Ал бірақ ол кісіден сұрап еді, ол кісі деген мен мешіттерді бүйтіп ойлаймын, мен дінді бүйтіп түсінемін. Оның сіз о жерде жоқсыз ғой. Мысалы да. Оның тағы дәл осы сөзін қазір сол айтып алды ғой ойын. Енді өзіне барып соны сұрасаңыз, сіз неге бүйттің десеңіз, қазір қайтадан сол адам айтады да. Журналист емесе соны сөйлеп қойған адам айтады, мен о жерде өзімнің ойымды айтып, қорғанып бастайды. Аңдамай сөйледі, мамандығы емес жерге кірді. Айтпағым, діни сұрақты қоясыз ба, маман адамға қойыңыз. Соған жауапты адамды. Екіншіден, дін мәселесін қоғамның алдында шығып қозғау бәріне жеңіл болып кетті. Бір адам таксисте, бір жаңалдегі кезінде, кешеде шықты біреу, бір қыз, мен медреседе кезінде оқығанмын деді. Сөйтіп тойда Құранды сөйтіп оқи салдым деді. Мақұл ғой, енді сөйтіп сөзіне мұсылман айтса сен дейді. Айта қойды, сене қойдық. Бірақ енді соны дамытқан адамдарды айтыңыз. Мысалы, соны тарқатқан адамды айтыңыз, арзан хайып қылып. Оның артынан қанша адамдар сөз айтып жатыр, біреу оңға, біреу солға тартқылап. Былай қарасаңыз, қоғамда осы дінді сөз қылу бір оңай болып кеткен сияқты. Ерітпегеннің ермегі болып кетті ғой. Ал шын мәнінде дін бұл құндылық.